31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Кеңес одағы халықтар түрмесі болды. Ол миллиондаған адамдарды қырды. Қазақтарды, украиндарды, өзбектерді, ұйғырларды, қырғыздарды, татарларды, шешендерді, ингуштарды және де басқа халықтарды. Сталиннің террор машинасы аштықпен, азаппен, лагерлермен және атумен жойды. Тек қазақтардың өзі кем дегенде 5 миллионға жуық қырылды. Бұл геноцид еді. Еске аламыз, біз үнсіз қалмаймыз. Сондықтан біздің оппозициялық Ала Қазақстан партиясының ұйымдастыру комитеті мүшелері 31 мамыр күні сағат 12:00-ден 15:00-ге дейін бүкіл ел бойынша шеру өткізу туралы хабарлама береміз. Біз шеруімізді барлық құрбандарды еске алу үшін өткіземіз. Саяси қуғын-сүргін, ашаршылық, депортациялар, 2011 жылғы қанды Жаңаөзен, 2022 жылғы қанды Қаңтар, Қазақстанның барлық азаматтарын, барлық қалалар мен аймақтарда хабарлама беріп, саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алуға шақырамыз. 31 мамыр аза тұту күні, ақиқат күні, еске алу күні. Біз өткен үшін емес, шындық үшін шығамыз. Алға Қазақстан!